Армысыз, бармысыз құрметті көрермен. Мінекей, шартарапқа шуағын шашып, шұғыласын төккен тағы да бір таң атты. Сәтті күн басталды. Бізді асыға күтіп, көгілдір экран алдына жиналған біздің тұрақты көрермендеріміз, күндеріңіз жағымды жаңалықтарға толы болсын дейміз. Жұмыс күндеріңіз жеңісті басталып, жемісті аяқталсын. Жасыратын жоқ, Еркеғали, өзіміз таңертең ояна сала ұялы телефонға жүгіреміз. Осындайда аналарымыз таңғы ас дайындайды, кішкентайларды балабақшаға, үлкендерін мектепке апарып жүрген кезде таңғы сергітуге уақыт жетпей қалады. Дұрыс айтасың, батпандап кірген ауру мысқылдап шығады дегендей, сол аурудың бәрін туындауы дене қимылын аз жасағанның кесірі. Спортпен айналыспайтын адамдардың ағзасында зат алмасу процесі жүрмейді екен, және иммунды жасушалардың түзілуі бәсеңдейді екен. Соның кесірінен иммунитет ағзадағы вирустарға қарсы тұра алмайды. Ендеше саулықтың кепілі болған таңғы жаттығуға кезек берейік, ал оған дейін біздің арнамызға енді қосылып жатқан көрермендер болса, бірге жаттығу жасаңыздар дейміз. Қайырлы күн достар. Бүгін біз сіздермен таңғы жаттығу жасаймыз. Яғни аяққа және де иыққа бүгін жасайтын боламыз. Жақсылап қараңыздар, менімен бірге қайталаңыздар. Бірінші, яғни аяқты иықтың көлемінен сәл алыстау қоямыз. Аяқты диагональ бойынша орналастырамыз. Және де неғұрлым, яғни тазды артқа лақтыруға тырысамыз. Кеттік. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Өте дұрыс. Тағы да жасаймыз. Отырғанда дем аламыз. Тұрған кезде дем шығарамыз. Дем аламыз, дем шығарамыз. Өте жақсы. Енді келесі жаттығымыз, осы жаттығуды қиындатайық кішкене. Яғни бір рет, яғни отырып тұрамыз. Содан кейін сол аяғымызды көтеріп, яғни оң штағымызға тигізуге тырысамыз. Кеттік. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Келесі. Оң аяғымызды керісінше яғни көтереміз. Яғни ары қарай жұмыс жасаймыз. Кеттік. 1, 2, 1, 2. Жақсы, аяқты неғұрлым жоғары көтеруге тырысамыз. Отырып тұрамыз. Дем аламыз, дем шығарамыз. Дем аламыз, дем шығарамыз. Жақсы, өте жақсы жұмыс жасадық. Ендігі кезекте бізде иыққа көңіл бөлеміз. Яғни аяқты иықтың көлемінде қоямыз. Арқаны түзу ұстаймыз, алды қарай еңкейеміз, және де қолды сәл бүгу арқылы жұмыс жасаймыз. Кеттік. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Тағы да. 1, 2, 3, 4. Осымен біз жаттығымызды аяқтаймыз. Яғни аяғымызды, иығымызды жақсылап қыздырдық. Бүгінгі күндеріңізге сіздерге сәттілік тілеймін. Аман сау болыңыздар, мықты болыңыздар, спортпен айналысыңыздар. Еркеғали, сен қолыңа қара домбыраңды ұстап, талай рет сөз барымтасына түсіп, осы ел қоржынына қаншама жүлделер алып келіп жүрген бәріне мәлім. Осы айтыстай сингретті өнер жалпы адам бойына тек әншілікті де, күйшілікті де бәрін талап етеді. Мен таңғалып отырмын, жалпы айтыскерлерге бар ғой. Дұрыс айтасың, айтыскерлерге жан-жақтылық керек әрине, бірақ сен айтып отырған жаңағы әр өнердің орны бөлек, тарихтан сыр шерткен тағылымдары толып жатыр. Өйткені, мысалы, күйшілік өнердің өзін алып қарасаң, күйшінің орындаған туындысын естіп, біз домбыраны тыңдап емес, домбырамен тілдесіп тұрғандай боламыз. Оған дәлел, мысалы, Жошы ханның өлімін тілсіз жеткізген, Жошы Шыңғыс ханды үнсіз қалдырған Кетбұға бабамызбен оның орындаған Ақсақ құлан емес пе? Керемет, тамаша Еркеғали. Енді осы әңгімені естіп, мен енді домбыраның үнін күйді естігім келіп тұр ғой. Тыңдаймыз, тамсанамыз, тебіренеміз Ақсәуле. Себебі сәтті күн бағдарламасына бүгін қонақ болып, қолына қос ішек домбырасын алып, халықтың қошеметіне бөленіп жүрген нағыз талантты күйші келеді. Сіздер де арнадан алыстамаңыздар. Екі ішектің бірін қатты, бірін сәл-сәл кем бұра. Нағыз қазақ, қазақ емес, нағыз қазақ домбыра демекші. Бүгінгі біздің сәтті күн бағдарламасының қонағы көптеген республикалық, халықаралық байқаулардың жеңімпазы, қазіргі күні 100 деген шәкірт тәрбиелеп жүрген дарынды күйші Мадияр Сарым. Мәке, ассалаумағалейкум. Қош келіп жатсыз. Қалай жеттіңіз? Көңіліңіз қалай? Аман есен, рахмет, бәрі ойдағыдай. Жақсы.
Мадияр мырза, бізде қош келдіңіз дейміз тағы да. Мысалы, ақындар таңертең атқан таң мен батқан күнге арнап өлеңдерін қағаз бетіне түсіреді. Әншілер таңертең тұра сала дауыстарын шыңдайды. Сіздің таңыңыз қалай атады? Біздің де енді таңымыз жалпы шығармашылық адам болғаннан кейін, өнер өзі бәрімізге ортақ болғаннан кейін, ән болсын, күй болсын, жаңағы поэзиялық өнер, ақындық өнер болсын, бәрі бір ортақ дүние болғандықтан бізде де күйшілерде, мысалы мен өзімді алып қарасам, өзімді тұрғыдан, мен де мысалға оянғаннан кейін, әр таңым атқаннан кейін Аллаға әуелі бір шүкіршілік етіп, одан кейін жаңағы қасиетті қара домбырамды алып, бір-екі күйімді шертіп алам, расы керек, ауқаттанып, тамақтанып алғаннан кейін бір отырып, бір осы күнге бастаған бір бісмілләм болсын дегендей күйімді тартып, өзімнің бір дайындығымды ертеңгі күні мысалға шәкірттеріме үйрететін берген мысалы бағдарламалар береміз ғой, мысалы оқытқан кезде сол бағдарламаларымды пысықтап деген сияқты күйлерімді шертіп, солай менде де таңымды қарсы аламын. Керемет. Енді жалпы күйді тыңдау бөлек, түсіну бөлек дейді. Осы кезінде тарихқа көз салсақ, Құрманғазы бабамыз түрмеде отырып, жаңағы кісен ашқан күйін тартқан кезде, сырттан оны бір шенеулік естіп қалып, мына бір қазақтың күй тартысы, домбыра тартысы ұнамайды, түрмеден қашып кетіп жүрмесін деген сияқты сезіп қойғаны бар екен. Енді осы тұрғысында күйді жеткізе білу мен оны түсіне білу тұрғысында түсіндіріп берсеңіз. Құрманғазының айтқан жаңағы кісен ашқан күйін айтып отырсыз ғой. Түрменің басшысына солай тартқан кезде солай деп айтыпты деп. Енді ол кісі мысалға басқа ұлттың адамы болса да, жаңағы түрменің басшысы, оның жүрегіне жаңағы Құрманғазының орындаған күйі жетіп тұр. Жеткізе орындады, өйткені жүрегінен шыққан дүниені ол жүректен жүрекке қондыра білді деп ойлаймын. Жүректен шыққан дүние міндетті түрде жүрекке жетеді. Жүрекке. Мен осы түйіп отқан ойым, мына жерде домбыра тартылып, құлақ естімеу керек. Домбыра сөйлеп, құлақ оның жаңағы әңгімесін, оқиғасын түсіну керек болып тұр ғой сонда. Иә. Қасиетіңнен айналдым, кешір домбыра. Шанағыңды шаң басып, кесір қонды ма, есі кеткенше билейтін етегін ашып, эстрадаңды қайтейін, есірге мына деген Қалқаман Сариннің бір өлеңі бар. Енді мынау қазір жалпы күй тыңдайтын адам сиреп бара жатыр. Дәстүрлі өнер болсын, айтыс болсын, жалпы дәстүрлі осы өнерлеріміз қалып бара жатыр. Осы аудиторияны, бұрынғы қалыптасқан көрермендерді қайтып тартып алуға бола ма? Өйткені қазір өзіңіз де білесіз ғой, заманауи әндерге ауып бара жатыр жастар. Дұрыс айтасыз. Енді ол негізі қазір осы ұлттық өнерге деген, жаңағы біздің ұлттық өнерімізге деген ол сый құрмет өте көп артып келе жатыр деп ойлаймын негізінен. Өзіндік олардың тыңдармандары бар, мысалы біздердің жаңағы айтыстың, дәстүрлі әннің, дәстүрлі күй өнерінің. Мен көп ортада мысалға байқап жүрмін қазір. Бұл ұлттық өнерімізді дәріптеуде, ұлттық өнерімізді осы насихаттауда өте көптеген іс-шаралар жүзеге асып жатыр. Тәуелсіздік алғаннан кейін біздің ол қайта дәстүріміз жаңғырды. Мысалға осы сіздердің осы шақыруларыңыздың өзі ұлттық өнерге деген құрмет, оны насихаттау, жаңағы сіздердің осы бағдарлама ұйымдастырулар, жаңағындай әртүрлі концерттер, жаңағы мерекелік іс-шаралар өтіп жатыр. Менің ойымша енді ол әлі жалғасып келе жатқан сияқты әлі бұл. Мадияр мырза, сіздің осы әңгімеңізді естіп, көптеген тағылымға толы оқиғаларды естіп, өзімізді рухани байып отырмыз. Енді мынау қолыңызға қош жек домбыраңыз ұстай келіпсіз. Енді сізден бір базарлық болса, қонақ кәде сұрасақ сізден. Бола ма? Әрине болады. Енді мына орындайын деп отырған күйім, жаңа өзім айтып өткендей, мына шертпе күй бағыты деп отырмыз ғой, жаңа шертпе күй дәстүрі. Сол дәстүрдің жаңа негізін қалаушы жаңағы Тәттімбет бабамыз болса, сол Тәттімбеттен кейін мына біздің осы өлкеде, мына Жаңарқа топырағында туған Сайдалы Сартоқа есімді күйші болған, Тәттімбет күйлерін жеткізуші, өзіндік мектеп қалыптастырған, мына Қаратаудағы жаңа айтып өткен сүгір дедім ғой, сүгір күйшіге бата берген
сүгір күйшінің жаңағы күйші болуына, тұлға болуына себепкер болған осы біздің Сайдалы Сартоқа бабамыздың төрт толғау деген күйінен, төрт толғаудың төрт түрі бар, жаңағы төрт түрді ойналады. Соның бір жоқтау деген несін орындап берейін, жаңағы және қысқаша несін тарихына тоқтала кетейін. Жаңа Сайдалы Сартоқа өзі жаңа есімі Тоқа ғой. Мына осы арқада бізде Жаңарқада деп айтып өткендей Тоқа деген ру бар ғой. Ол өзін сол Тоқа руынан бөлу үшін өзінің есімі Тоқа болғандықтан ол өзінің руымен атаған. Сайдалы руынан шыққан өзі. Сайдалы Сартоқа деп өзін атаған. Сол ол кісі дәулетті, жаңағы бай қуатты елдің адамы болған, еліне сыйлы, халқына қадірлі, құрметті. Сол кісінің жаңағы 30-дан асқан кезде 36 жасында шамасы Жалмағамбет деген баласы дүниеден озады. Содан осындай қыс айы болса керек, дүниеден озып жер қойнына тапсырады. Одан кейін көктем шыға Жалмағамбеттің жатқан бейітін су алып кетеді екен. Судың астында жаңағы былай айтқан мәйіт суда қалады. Жердің астында су алып кетеді. Қар қалың түссе керек сол кезде, сол қыста. Содан бұған көңіл толмай іштей баласының енді мәйітінің суда қалғанына шыдамаған күйші ел ағаларын айтып өзінің жаңа жора жолдастарымен ақылдаса келе мәйітті қазып қайтадан бір дөңестеу жерге жерлегісі келеді. Сондай шешім қабылдайды, бірақ жаңағы ауылдың моллалары кішкене қарсы болады. Бұған не етуге болмайды, мәйітті жерлегеннен кейін оны қайтадан екінші жерге қазып алу, ол дінде не деген сияқты дұрыс нәрсе емес дегендей. Ертең пейіштің есігінен де қарамауы мүмкін, осындай жасап атсақ біз ертең мәйітке қиянат жасаймыз деп. Бірақ оған жаңағы Тоқа күйші көнбейді. Менің қай кітапта жазылған, менің адам денесі суда жата берсін деген сияқты деп. Моллалардың шешімімен келіспей қайтып қазып алып, дөңестеу жерге апарып, қайтадан жерлер алдында жаңағы мәйітті тағы бір көреді екен. Сонда жаңағы Тоқаның әйелі Көрік дейтін кісі жаңағы дауыстап жылап, баласының мәйітін көргенде жоқтайды екен, жоқтау айтып. Сонда жүрекке батса керек, оның алдында да енді қазасы баласының қазасы оңай тиіп жүрген жоқ. Содан жаңағы төрт күй шығарады былай айтқанда. Бірақ төрт толғау деп бірақ атаумен атайды. Біріншісі естірту, баласының жаңа қайтыс болған естірткенін келтіріп тартады бір күй. Екіншісі арнау деп тартады, үшіншісі жоқтау деп тартады да, төртіншісі зарлау деп тартады. Соның жаңа жоқтау деген нұсқасын тартып берейін. Тамаша.
Ақсәуле, сен мынаны ұстай тұр. Мен де арқам қозып отыр. Дегендей, сізге бір арнауымдарына жайын кішігірім. Жақсы. Сәттігім бағдарламасы көрермендері де Мен бері бір отырайын. арқасы қозықпасын. Ай, жақсылар жамандарға леспес екен. Қазағым жаман ғұмыр кешпес екен. Сәтті күн студиясына қонақ болған ағамның жағдайы бес бос екен. Мадияр Сарым ағама тілейтінім, сазыңыздың сарыны өшпес екен. Деген осы жерден осындай леппен сізге рахмет айтқымыз келеді. Сырға барсаң жыршымын деме, арқада келсең әншімін деме дейді. Мадияр Сарымды көрсең күйшімін деме дегенді қосып қойған. Студиямызға келіп, ұйқыңызды бөліп, осында келіп бізге күй өнер жайлы біраз мағлұмат айтып, тарихтан біраз сыр шерткеніңіз үшін алғыс айтамыз. Ісіңіз алға баса берсін. Осылай қазақы өнерді дамытып, артыңыздан көп шәкірттеріңіз ере берсін. Рахмет. Бүгін Сәтті күн студиясына қонақ болып күй өнері жайлы ой толғаған және қосшек домбыраның үнін құлағымызға тыңдатқан Мадияр Сарым. Сәтті күн бағдарламасының тұрақты көрермендері, әлі алда талай қызық бар, бізбен бірге болыңыздар. Еркеғали, мен жаңағы домбыраның үнін естіп бар ғой, жүрегім дүрсілдеп, денемнің бәрі тітіркеніп кетті. Ақсәуле, бірақ енді домбыраның да домбырасы бар. Күйші мықты болғанмен, оған қолындағысы да сай болу керек. Батыр қанша батыр болып жауға шапқанмен, астындағы аты шаппаса бір ақырет дегендей ғой. Олай болса, жақсы домбыраны қайтып таңдау керек? Менің ойымша, шеберін тапсаң, құтты домбырада қолыңа тиеді. Мысалы, жай қарапайым ғана қуа ағаштан жасалған аспаптың бір ұлттың тағдырын, мұңын, қуанышын бөлісетін үлкен алтын дүниеге айналатын кім білген. Негізі нағыз еңбек осы домбыраны жасап, өздері көрінбесе де талай таланттардың бағын ашып жатқан, осы домбыраны жасап жатқан шеберлерде деп ойлаймын. Дұрыс айтасың, Еркеғали. Олай болса, қазақтың ұлттық аспабы осы домбыраны жасалу жолын шебердің өз қолынан үйренейік, құрметті көрермен. Байғадам ауылының тұрғыны Хайролла Мәлік домбыра жасаудың хас шебері. 40 жылға жуық уақытын осы салаға арнап келеді. Ұста бүгінде халық арасында кеңінен таралған домбыраның екі түріне жұртшылық Абай домбыра, Жамбыл домбыра деп қате атау беріп жүр дейді. Домбырамыздың түрін қазір Абай домбыра, Жамбыл домбыра деп екіге кейін бөліп алды ғой. Негізі мынау арқа үлгісінің домбырасы, мына тұрған. Анау оңтүстік сыр өңірінікі. Өңірмен айту керек. Жалпы домбыраның түрі көп дейді Хайролла мырза. Алайда бүгінде жұртшылықтың арасында ұмыт қалып бара жатқан үш шекті домбыра, шіңкілдек домбыранда ұста жаңғыртып қолдану аясын кеңейтуге талпынып бағуда. Балаларға арналған домбыра бар. Балақай домбыра, балдырған домбыра деп. Сол шіңкілдек домбыра деген болады. Ол мен шіңкілдек домбыраны бір-ақ рет жасадым. Домбыраның сапасы мен үннің тұнықтығы оның ағашына байланысты. Бағасы да соған сәйкес әртүрлі болмақ. Мынау жай ғана қарқаралының қарағайы. Шырша қарағай. Содан не біреу домбыра, міне 5 жанақшадан тұратын домбыра, бұл әнге арналған домбыра. Әншіге. Енді мынау тұрған домбыра, бұл шынар деген ағаштан жасалынған. Бұл енді қымбаттау болады. Өйткені шынар ағашы қымбат болады. Қайыңнан жасалған домбыралар бар. Мына домбыраны көретін болсақ, шамшат деген ағаш. Бұл жаңағы бір арнайы күйшіге жасап жатқан домбыра. Мынау қарапайым қол жетімді домбыра. Мынау енді ақ қарағайдан жасалынған домбыра. Беті шырша қарағай. Сонда қылқан жапырақты ағашыңыздың өзінің 7 түрі болады екен, осы 7-еуінен де жасауға болады. Енді бұның сырлары өте көп қой. Мысалға, қоңыр дауысты адамға жасау үшін бір қатты ағаш, бір жұмсақ ағаштан құрастырамын. Керекті дауыстау болады. Шеберге Қазақстанның түкпір-түкпірінен тапсырыс келіп түседі екен. Ұста әнші мен күйшінің дауыс ырғағы мен талантын таразыға салып, лайықтап жасап беремін дейді. Бір домбыраны жасау үшін 1 апта уақыт кететінін жеткізді. Мұны мысалы, мына жасалған домбыраның қалыбы. Бұл оған өзі 2-ақ домбыра шығып тұр қазір. Мынау жаңадан істелінген қалып. Бұл енді өте қарапайым, былай қарасаңыз. Содан кейін резинке
жіппен байдаймыз, желмен жағып алған кейін. Ол бір күн тұрады, ертеңінде бетін сақ қоясың. Сонда бір жұма уақытта бір домбыраны еңсеруге болады. Хайролла шебердің домбыраларын Бекболат Тілеухан, Қайрат Байбосынов сынды өнер майталмандары тапсырыс беріп сахнаға алып шығып жүр екен. Бүгінде балалары да ізін жалғап, ұсталық жолын жалғастыруда. Мысалы, Мағауия Хамзиннің үй мұражайына мен барып көрсем, менің домбыраларым тұр. Комиссияның мүшесі болған. Енді сондай Арманбердіұлының домбырасы менікі. Әне біреуі Көктудың желберін айтатын. Ескендір. От солың бірнеше домбыра жасаттырды бар. Енді ондайлар көп. Мына өзіміздің өңірдегі әншілерде де біраз жасады. Бүгінгі бағдарлама негізі Еркеғали жігіттер қауымына өте пайдалы болды деп ойлаймын. Біз тек домбыраны тарту тұрма, оны жасалу жолында үйреніп жатырмыз. Енді жігітке жеті өнер де аз дейді ғой. Сенің де көкжиегің кеңіп қалған шығар негізі. Иә, дұрыс айтасың, Ақсәуле. Бұл мен үшін бір ерекше бағдарлама болды. Мен өзім жиі айтысып, ән салып жүргенмен, енді осыдан кейін күйшілікке де бір баса назар аударатын болып шешіп отырмын. Енді домбыра жасауды айта алмаймын, оған біраз тәжірибе керек, бірақ енді оны да үйренетін уақыт келер. Негізі ұлттық өнер мен ұлттық спортта қатар алып жүрген жақсы ғой, мынау жаңағы бүркіт ұстап, тазы жүгіртіп дегендей. Тазы демекші, осы біз білмейтін облысымызда көптеген дарынды тұлғалар көп екен ғой. Соның бірі мысалы Сұрыптау станциясындағы Рамазан ата туралы естіп пе едің? Ол туралы естімеппін. Кәні кішкене. Ендеше тектілерден тамырымызға сіңген ұлттық спортымыз тазы ұстау мен тазыны жүгірту жайлы бейне материалымызға көз салайық. Мылтық атып ит жүгірткен мықты мырзаларымыздың ізін басып, салттың сара жолын үзбей келе жатқан Рамазан атамыз үнемі дүйім жұрттың аузында. Таза асырап және оны жүгіртіп, осы істің қыр-сырын жетік меңгерген ел ағасы бізге маманы мен машығы туралы мардымды жауап берді. Осы тазылармен айналысқаныма бала кезімнен айналысып келе жатырмын. Әкем де, нағашым да өмір бойы таз ұстаған адамдар. Бұл қанда бар жат болмайды екен. Мен де сол кісілердің жолын қуып, осы уақытқа дейін міне жасым 75-ке келсе де, міне осы тазыны қазағымыздың рухани байлығы, ата-бабамыздан келе жатқан осы байлықты сақтап, әлі күнге дейін асырап келе жатырмын. Бірнеше тазыларым болды. Қырғызстанға дейін бардым, күлді выставкаларда болдым. Ылғи да тазыларымның осы дұрыстап асыраған, күткен, тәрбиелегеннің арқасында жүлделі орындар алып жүрдім. Бұл ата-бабамыздан қазақтың рухани байлығы ғой, сондықтан осылай асырап келе жатырмын. Бұрын жастау кезінде 5 тазыға дейін ұстадым. Қазір енді жасымның ұлғайғанына қарай жақсы 2 тазы тұқымын солардан жақсы 2 тазы алып қап, соларды асырап баптап жатқан жайым бар. Тазының түрлері өте көп, итке көп ұқсамайтын өте ерекше жануар. Сонау Мысыр еліндегі көне жазулардың өзінде осы тазының суреті бейнеленген. Бойлары 20 сантиметрден 1 метрге дейін барады. Соның ішінде қазақы құмай тазылардың тұқымы бөлек. Аса бойшаң болмаса да өте жүйрік әрі алғыр келеді. Қазақтың тазылары, менің өзімнің білетін тазыларымның 2 түрге бөлінеді. Жарғақ құлақ және шашақ құлақ дейді. Тазылардың енді орташа бойлары арлан тазылар биіктеу болады, где-то 68-70 сантиметрге дейін барады. Қаншықтарды 56-58 сантиметрге дейін болады. Біздің қазақи тазыларымыз тықырлау болады. Сондай, енді орысша айтқанда поджаристый дейді ғой, сондай болу керек тазы. Алдыңғы тістерінен прикус дейді, соған байланысты тазыларды анықтайды. Тістері бәрі дұрыс болу керек. Түстері бір түстес болған дұрыс. Алағұладан көрінді. Бір түс, не ақ, қара, қызыл, көкшіл, көк қасқа сондай болғандары дұрыс болады. Неғұрлым алағұла болса, онда қан
шатысқан деп атады көп адамдар. Рамазан ата қазақ спортының қарқынды дамуына ерен еңбек сіңіріп үлкен үлес қосуда. Ол артынан ерген жас ұрпақтың атадан қанымызға сіңген қазақы істі одан әрі дамытып әкететініне сенімді. Енді мынау жалғыз мен емес, енді осы қазіргі уақытта өте жастардың осы ата-бабамыздың осы дәстүріне құштарлығы артып, көп жастар қазір ұстап келе жатыр. Өте қуанышты жағдай. Барған жерде бәріне рахметімді айтып, осындай жастардың көше қаңғып бет алып жүргеннен гөрі осындай ата-бабамыздың салт дәстүрін ұстап, тазы жүгіртіп, ат мініп, тазы жүгірткеніне өте қуаныштымын. Әлде болса, осы жастарға үлгі болып жүре берсем деген ойым бар. Таза асырау әрі оны күтіп баптау тұрғысында айтатын қызықты деректеріміз жетерлік. Ол жайлы кезекті бағдарламаларымызда нақтырақ айтатын боламыз. Ақсөле, сен жалпы қолқа салу деген сөздің мағынасын білесің бе? Әрине білемін, соны білмейді деп тұрсың ба? Ол бір адамның екінші адамға құрметпен, сыйластықпен өтініш жасау. Енді біз бағана келген қонақ кәде сұрадық қой, соның өзі қолқа салу емес па? Иә, бірақ мен білемдікке көп салына берме, Ақсөле. Себебі қазақтың сөзін білесің ғой. Бір сөзінде бірнеше мағына бар. Тіпті қолқа салу деген сөздің түйе малына қатысы бар екен, білесің бе? Бұл тақырыпты ашып айтсын деп тілшімізге де қолқа салғым келіп отыр. Ұларбек Нұрғалым қолқа салу сөз тіркесін түйемен тікелей байланыстырады. Алдымен қолқа сөзінің мағынасына үніліп көретін болсақ, қолқа дегеніміз киізден жасалатын түйе әбзерлерінің бірі. Түйеге жүк арту үшін 7-8 құлаш ұзын 2 арқан керек. Сол 2 арқанды қолқа киізінен өткізеді. Қолқа арқанның тең ортасында болып түйенің төсіне қойылады. Ауыр заттар артпас бұрын алдымен түйені шөгеру қажет. Ал шөккен түйенің төсіне арқан батпас үшін осы қолқа салынады. Яғни арқан жібі түйеге батпас үшін қолданады. Қолқа салу сөзінің түп төркінін түсінген сынайлымыз, яғни ата-бабаларымыз біреуге жүк салу, салмақ арту секілді істерін осылай астарлап жеткізіп отырған. Сөздің қадірін түсінген бабаларымыз-ай, сөз тапқанға қолқа жоқ. Құрметті сәттігін бағдарламасының көрермендері, бізге берілген уақыт осымен тәмам. Күндеріңіз сәтті өтсін дейміз. Келесі бағдарламамыз бұдан да келісті болмақ. Біздің береріміз сіздің көреріңіз таусылмасын. Аман, сау болыңыздар.